2019 жылғы 31 шілдеде Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінде жолаушылар тасымалдау, автомобиль жолдар және көлік бақылау саласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәселелер бойынша кеңес өтті. Вице-министр Берік Камалиевтің төрағалығымен өткен кеңеске қоғам белсенділері, сала мамандары және журналистер қатысты. Күн тәртібінде белсенділердің бірі ретінде жемқорлық әрекеттерін нөлдік дәрежеге жеткізу үшін Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының атқарып жатқан жұмыстары қарастырылды. Кеңес барысында Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Ұлан Әліп баяндама жасап, компанияда жемқорлық қаупін жою және алдын алу бойынша атқарылып жатқан жұмыстарды айтып өтті. Кеңестің соңында басқарма төрағасы Ұлан Әліп онлайн брифинг тәртібінде барлық журналистердің сұрағына жауап берді.